Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерменен осындай жұп-жұқа әрі өте дәмді болып шығатын құймақтар әзірлейтін боламыз. Құймақты кім әзірлеу білмейді деп ойларсыздар. Бірақ мойындау керек, кей жағдайда жасаған құймақтарымыз жақсы шығады, ал кей жағдайда жақсы шықпай қалып жататын кездерде болады. Алайда осы рецептпен әзірленген құймақтар өте жұқа әрі дәмді болып шығатынына сенімдімін, және бір жасағаннан-ақ өте жақсы болып шығады. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа қажет болады. Жарты шай қасық тұз, 3 ас қасық қант қажет болады. Венчиктің көмегіменен барлығын жақсылап араластырып аламыз. 1 стақан сүтімізді және де 1 стақан жылы суымызды араластыра отырып құямыз. Бетіне шамамен 100 грамдай ұнымызды бөліп отыра салып араластырып аламыз. Осы жерде қандай ұн қолданатыныңызды ескере кету қажет. Массамыз қою болып кетпеу керек. Міне бізде осындай бір келкі масса шығады. Келесі кезекте қызып тұрған табамызға май жағып аламыз. Және де массамызды табаға құйып, құймақтарымызды әзірлей бастаймыз. Құймақтарымыздың екі шетінде бір келкі етіп қызартып пісіріп аламыз. Мінекей нәтижесінде бізде осындай өте әдемі, дәмді, жұп-жұқа құймақтарымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, және де каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетуді де ұмытпаңыздар. Видеоны толық қарағандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Асем.